Ассалаумағалейкум, аса қадірменді қазағым, назарыңызда Жамбыл рахматулла. Димаш Құдайбергенов жайлы не ойлайсың депті, соған өз пікірімді білдіріп өтсем. Димаш қытайлықтарды мойындатқызып жатыр дейді. Джеки Чан өзі хабарласып кездесуге шақырды дейді. Қытай қазақты мойындағаннан не шығады, кімге қандай пайда? Еуропалықтар француздардан пайда көргілері келгенде француздардың қыздарын мақтап, оларды әлемдегі ең әдемі деп барып бәрін бүлдіріп қайтқан еді. Қазір таза француздар жоқ. Дәл сол сияқты қазақтармен де болайын деп жатыр. Қытайлықтарды, әлемді, қазақтарды мойындату үшін әнмен, сән керек емес, іліммен, ғылыммен, әскери күшпен мойындатқызу керек. Егер мойындатқызғыларыңыз келіп жатса, Қытай қазақты мойындапты деп, олар қазақтың жерін алмай-ақ қойық, қазақтың қыздарын бүлдірмей-ақ қояды деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емес. Егер менің сөзім рас болатын болса, бірнеше күннің ішінде Димаш Қытайдың қызын жақсы көріп қалыпты дейді. Одан соң екеуі қосылу әбден де мүмкін. Содан адамдар шығады. Қазақтың ұлы Қытайдың қызын алғанда не Қытайдың ұлы қазақтың қызын ала алмайды деп. Бұл лайым олай емес болса екен деп үміттенемін. Сондықтан өз ойларыңызды қазір Конституцияның 26 бабынан алыстатпаңыздар. Қазақтарды уақытша тіркеуге алып жатыр. Одан да алыстатпаңыздар, өз назарларыңызды басқа жаққа бұрмаңыздар. Бұның бәрінің астында саясат. Мен алкивиат жайлы айтқан болатынмын. Соны жақсылап тыңдасаңыздар, өздеріңіз де түсінесіздер. Ең басты мәселелерден адамның назарын алу үшін мемлекет билігі сіздерге осындай дүние беріп қояды. Оның соңынан ерудің қажеті жоқ. Ассалаумағалейкум.